Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сотбек қызы. Бүгінгі видеода қарынды өте тап-таза етіп тазалайтын боламыз, иісі де шықпайтын болады. Ең алдымен жүрек өкпе бауырларын аламыз, жүректің ортасынан 4 бөлікке бөліп қанын жуып тастаймыз. Ең бірінші біз қартаны алатын боламыз. Қартаны сырты былғанбас үшін және де қартаның осы майымен бірге тап-таза етіп бірінші алып алатын боламыз. Одан кейін қазына айналдыратын шегін аласыздар. Қарынды алғаннан кейін ол қарын бізде 4 бөлікке бөлінеді. Таз қарын, қатын қарын деген сияқты. Ал таз қарын мен қатын қарынды екі көмектескен адамына бересіздер. Болмаса 4 келіншек, қанша келіншек көмектеседі, сол келіншектер өздері бөліп алатын болады. Таз қарыннан негізі құрт шығады. Оның шыққаны дұрыс негізі, бірақ ол жылқының семіргеніне байланысты. Ол құрт жылқыны қатты семіртпейді. Сол себепті жылқыны байлағаннан кейін аш қарындай жемге қосып, осы құртты түсіретін дәріні береді. Мінекей достар, біз бұл жылқыны өзіміз байлағандықтан ешқандай да құрт шықпады. Өйткені біз осы құрт шығаратын дәріні бердік. Және де достар, қаза айналдыратын ішекте ұзын құрттар болады. Ол мүлдем болмау керек. Болса ішекті бұрып тастайды және де семіртпейді. Мінекей мынау бізде осы ұзын ішек, бұл қаза айналдыратын ішек. Сондықтан біз ұзын болғандықтан 2-3 адам осылай тазалап жатырмыз. Мінекей достар, үстіп ішек қарын айналдырған кезде барлық мен қарталардың барлығын осы дәу шарамызға салып алдым. Салып алғаннан кейін үстіне көп мөлшерде тұзымызды салып, мыжғылап қойып қойдым. Біразға дейін бізде тұзда сынып тұрды. Бұл тұз ешқандай да зияны жоқ, көп мөлшерде сала берсеңіздер болады. Осылай барлығын қолымызбен осылай мыжғып қоямыз. Және де достар, жылқы сойылып жатқан үйдің иесіне қалатын бізде көтеншек деген болады. Жылқы сойылып болғаннан кейін шығады ол, оны тазалап болғаннан кейін өте көп мөлшерде без болады. Соны кесіп алып тастаңыздар. Сосын ортасына чеснок пен қарабұрыш тұз салып айналдырып қоясыздар. Өте дәмді болады. Мінекей үйге кіргеннен кейін біз қартамызды тағы да тазалайтын боламыз. Кәнекей бізде тұзда тұрды. Енді тұздан алып қайттан осылай жуатын боламыз. Осы жуған суымызды қарасаңыздар, осылай кір шығып жатыр. Қайттан салып, біз айналдырып, көп мөлшерде тұзымызды салатын боламыз. Бұл тұздың ешқандай да зияны жоқ. Көп мөлшерде салып, осылай әбден қолымызбен еземіз. Сол кезде бізде қартадағы, қарындағы жаман иістерден, жаман да шығатын осындай кір сулардан арылатын боламыз. Сумен қайттан жуып тастайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, қанша жусақ та осындай шығып жатыр. Сондықтан оны тазарту үшін тек қана бізге тұздың көмегі қажет болады. Ол керісінше зияны жоқ, өте пайдалы. Мен жыл сайын дәл осылай жасаймын. Кемінде мен 5-6 рет жудым, дәл осылай тұзды көп мөлшерде салдым. Осылай қайттан мыжғып, таза сумен қайта айналдырып жуып отырдым. Және де достар, менің арнамда көптеген рецепттер бар. Арнама өтіп қарасаңыздар болады. Қазына өте оңай айналдыру әдісімен де бөліскенмін. Сол видеоны да көрсеңіздер болады. Ол видеода да қазына толықтай айтып шықтым. Мінекей суымыз тазарды, біздің қарындарымыз да өте таза болып жуылды. Және де ешқандай да иісі жоқ. Және достар, мен жыл сайын дәл осылай істеймін. Сіздер де осылай жасаңыздар. Сіздермен болған келін Майра Құлан.